Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Бүгін сіздермен пластик терезедегі осындай скотчтардың тез алу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен канцелярский ножбен жаңағыдай жиектерін қырқып шығатын боламыз. Менде пышақ болды, пышақпен қырықтым. Кейін осылай қарапайым фенмен скотчтарымызды қыздырып аламыз. Максималды қыздыруға қоямыз. Кейін скотчтарға қыздырып фенімізбен алатын боламыз. Қолыңыз күйіп қалуы мүмкін, абайлап істегеніңіз жөн. Жаңағыдай резиновый шпатель болса, резиновый шпательмен де қырып алсаңыздар болады. Маған ыңғайсыз, қолмен ыңғайлы болғандықтан осылай қолмен алған болатынмын. Негізі пластик терезедегі скотчтарды әкеле салысымен шешкен жөн екен. Бізде после ремонттан кейін шешкендіктен алу қиындық туғызуда. Сіздер қандай лайфхактар білесіздер? Тез осылай скотчтарды тез алу жолдарын комментарийде бөлісе отырыңыздар. Кері байланыстарыңызды күтемін. Мінекей барлық скотчтарды алып болдық. Енді осылай клейі қалып қойды. Клейді краска сүртетін растворительмен сүртсеңіздер әдемі кететін болады. Менің каналымда түрлі оңай жеңіл рецепттер бар, және де мен ас үйге байланысты, үйге байланысты аздаған лайфхактармен бөлісіп отыратын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Мінекей барлық скотчтарды алып болдық. Енді осылай майда-майда скотчтар қалып кеткендерін жіңішке пышақпен қырып алып тастаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.